В основном тренировка бізде азанда ғой, таңертең сағат 9-9:30-да тұрамыз. 9-9-да тұрады әйелім, дочкамен, қызыммен. Сосын киіндіреді, садикке апарады, мен как раз сол уақытта киініп, мен 9:30-да киініп, 10-да үйден шығып кетемін. Бізде тренировка 10-да 11-де сбор. Сол үйден шығам дегенше сол 10:30 болады, 10:20. Базаның қасында тұрамын ғой енді. Ехать полчаса. Сол 11-лерде келемін. Завтрагымды ішіп аламын. Сол 11:30-да тренировка. Когда как, если тяжелый тренировка, қиын тренировкалар болса, 2-2,5 сағат болады. Енді күн салқын ондай болмайды, енді 1,5 сағат максимум. Былай жазда 2-2,5 сағаттар болады, қиын тренировка болса. Сосын сағат 1-лерде бітеді тренировка плюс-минус. 1-ден 2-2,5-ға дейін восстановительный, там баня, сауна, или массажға кірем, или саунаға кірем, когда как. Сол сағат 2:30-3-терде уже боспын. Үйге барам, анда-санда әйелім дейтін. Как раз ода тренировкасымен, либо ағылшын английскийден шығып жатса, бірге барып обед ішеміз. Заранее жазып қоямын. Үйдесің ба, үйде болса тамақ пісіріп қояды иногда. Сосын кешке сағат 5-6-ларда осындай уақытта қызымды садиктен алып кетемін. Сол садикке қызымызға байланысты сосын.